Шамамен бір сағаттан кейін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының алғашқы қоғамдық кеңесі өтеді. Оған қазақстандық және әлемдік деңгейдегі қоғам қайраткерлері, ғалымдар, өнертапқыштар мен журналистер, саясаткерлер мен бизнес өкілдері қатысады. Кеңесті құрудағы мақсат қоғамдық пікірді білу, жалпы халықтың талап тілегін ескеру болып табылады. Жиын басталмас бұрын біздің тілшілер ұлттық компания мамандарымен тілдескен еді. Материалды назарларыңызға ұсынамыз. Ендігі жерде ел құлағы Экспо деп елеңдейтін анық. Экспо болғанда да келесі жылы біздің елде өтетін халықаралық көрме жайында білгісі келетіндер қатары артады. Қазақ елінің астанасына келгісі келетіндер өз алдына. Келешектің қуат көзін іздеушілер осы көрме бір шешімге бастауы тиіс деп топшылайды. Үмітін үкілеген елдің бірі Швейцария. Көрмеге қатысуды көздеген Швейцарияға ұйымдастырушылар 550 шаршы метрді құрайтын павильон бөлген. Ал стендтің ішкі рәсімделуі мен өзге де ерекшеліктерін әр ел өз қалауы бойынша безендіреді. Көрме Швейцария өзінің энергетика саласындағы соңғы жетістіктерін паш етпек. Бұл туралы Ануарбек Мусин біздің арна тілшілеріне берген арнайы сұхбатында айтты. Жалпы қатысушыларға 3 түрлі жер көлемі қарастырылған екен. 350, 550, 750 және 1000 шаршы метр. Күні бүгінге дейін 70 ел Экспо 2017 көрмесіне қатысатын растады. Қазір Италиямен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Мы на бесплатной основе передаем им. Біз оларға өздерінің жетістіктерін көрсету үшін тегін түрде орын ұсынамыз. Ал оның ішкі құрылысы, стилистикалық әрленуі, ремонт пен экспонаттардың орналасуын олар өздері шешеді. Себебі көрме бұл уақытша нәрсе емес.